Сәлем достар. Татьяна каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қызық видео болайын деп тұр. Анау не сияқты ғой, тест. Ойбай тест. Квест сияқты ойын жасайын деп тұрмыз. Қараңыздар, осындай неше түрлі тапсырма емес бұлар. Подсказка. Қазақша салайын. Ұмытып қалдым, ойыма келмей қалды. Комментария жазыңыздар. Подсказканың қазақшасы қалай. В общем, осындай көп парақшалар, ішінде қызық тапсырма нелер бар. Мысалы, біреуін оқиын. Кез келген біреуін оқыш. Шөлдеп тұрғаным ай дейді. Осыны келесі пара қай жерде екен табу керек, мынаған қарап ше. Шөлдеп тұрғаным ай мысалы. Қай жерге келеді? 9. Мысалы, судың жан-жағынан іздеу керек деген Міне сияқты. қадақ. Көп. Мені қонақ келетін кезде аш. Болды, қалғанын оқыма. Анайла ар жақта. Мені қонақ келетін кезде аш. Тәде өзі түсініп ала шығар қазір. Айтпа. Сосын ең соңда достар қазына тауып алу керек қой Анайля. Сол қазынаны өзіне алады. Өзіне сол қазынаны алады достар. Қызық болады. Қазір біз мыналардың бәрін бірінші жасырып алайын. Содан кейін Анайляны шақырамыз. Қазір мен қазына алып келдім. Видео түсіреміз ғой деп аяқ үш тез Аянаны сүртіп алды. Молодец, Аяна, молодец. В общем, Анелюк, біз саған ойын дайындап қойдық. Сен қазына іздеуің керек. Не деп қой? Не деп атсыңдар қиғым түсіріп? Видео түсіріп жатырмын, аузына салып жүрген бәрін. Біз, короче, қызық саған қазына дайындап қойдық. Осы бөлмеден шықпаймыз, кухнядан. Саған тапсырмалар бар. Тапсырма болғанда, бір тапсырма емес, просто іздеуің керек қазынан қайда екенін. Ол үшін парақтарды оқисын, міне ең бірінші парақ. Сөйтіп келесі парақ қайда екен табасын. Может, келесі осы жақта жазылған орында сразу қазына шығар, әлде тағы бір қағаз шығар. Короче, ойын барысында түсінесің, жарай ма? Ал енді баста. Бірінші. Не деп тұр? Маманың есімінің бірінші буынынан іздеп. Не дейді? Гүлмира. Менің маманың есімінің бірінші буынынан іздеп. Бірінші буынынан іздеп. Гүлмира. Гүл. Гүлден іздеу керек екен. Достар, Анайля таба ала ма екен қазынаны? Қайда кеттіңіз? Мына жақта гүл бар. Іздеп жатыр. Келесі қағазды іздеу керек. Мені маманың бірінші буынынан іздеу. Нені түсіріп жүрді? Тапсырмаларды жоқ, қағаздарды ол түсірген жоқ. Сол үшін дұрыстап ізде, Анайля. Үйден алсай кішкене. Сол басын жетіп жүрмін. Ұрыспаймыз? Саған берейін ка сол тапсырмаларды, сен де орындай алмайсың. Мен қарап алғанмын ғой. Үстінен іздейміз. Таба ала ма, таба алмай ма? Ой, жоқ, моншақта отыр. О, ішіне мусор тауып алдық. Қайда бар? Жоқ қой мына ішінде. Таптың ба? О, тапты достар. Келесте көмек бермеймін енді. Аяна көмек бермейміз. Ұрыспаймыз. Мен тәттілер арасындамын. Мен тәттілердің арасындамын дейді. Қадам қорқытып жібердің ғой. Кеттік достар. Біздің де тәттілер тұратын жер. Шокопай. Сәтсің. Қай жағында қағаз болу керек. Почему это не что? Ондайлардың ішінде емес, айтып қойыншы, а только 10 сағат іздейсің. Он просто Алихан жыртқан ғой бағана. Табалмай екен. Мама, қош аштым. 2 3 деп отырсың. О, тапталы қай достар, келесі парақты не деп тұр? Шөлдеп тұрғаным ай. Шөлдеп тұрғаным ай дейді. Ол деген сөз. Су ішіп алу керек па не? Анелюк, су ішіп атқан нес? Шөлдеп тұрғаным ай. Не шөлдеп тұр? Шөп шөлдеп тұрған шығар. Жоқ, шөлдеп тұр. Немен байланысты? Сумен. Вот. Енді тағы үлкен су жоқ қой. Ойбай, айтып қой. Тағы үлкен су жоқ
қой деймін. Аяқ көш қойсай сен. Онда енді. Достар, тауып алды. Аян айтып берді. Аяқ көш айтпасай. Айтпаймыз. Өзі ойлансын. Оған қарасаң өзіңді көресің. Айна. Оған қарасаң өзіңді көресің. Достар, Анеля қазынаға жақындап келе жатыр. Қарап тұр келіп айнаға. Айнаның жан жағында болу керек. Алихан былай тұр тәте іздесін. Қазынасын тауып алсын өзінің. Былай да былай қозғап отыр ғой Айнан. Мен өткен. Сен көрген шықтыстық міне. Сіздерге көрсеттім, бірақ Анеля өзі әлі көрген жоқ. Міне, сіздерге көрсетіп тұрмын, бірақ Анеля көрген жоқ. Тапты. Не деп тұр? Мен сондай жұмсақтың ішіндемін. Мен сондай жұмсақтың ішіндемін дейді. Оларды бірден орын-орнынан қойып кеттіңдер, үйді шаш кетті кухнямда. Достар, қалай ойлайсыздар? Осы бөлмеде айтып тұр. Мен сондай жұмсақтың ішіндемін дейді. Тауып алды. Оңай қойдым бойынша. Оңай. Қағаз тауып алды. Келесі. Маған өте қатты суық. Холодильниктің ішінде бірдемін. Қатты суық деп тұрған жоқ, өте қатты суық деп тұр. Өте қатты. Морозильник онда. Кішкене көмек беріп жатырмыз, подсказка. Кетті, достар. Бүкіл холодильникті сіздерге көрсетіп жатырмыз. Нақта екі бас тұр, маған видео түсірткізбей. Ой, бағай мұзу қатып қапты ма? Қайнан? Мұзу қапты ма? Неге бәрі мұзы өлең етіп жатыр ма? Парақ. Келесі. Самса пісіреміз бе? Самса пісіреміз бе? Жоқ. Мамасы күшті дайындап қойып тұрған. Самса пісірмейміз, бұл жақта дән тұр. Почему не? Неғып екі қағаз тұр? Қайсысын қойып қойдыңдар? Достар, біз Анеляны бөлмеден шығарып жүрдік та, қайтадан екі қағаз бірде қойып қойыппын. Оқымай тұрып, біреуін қайтадан алып қойдым. Біреуін қалдырдым. Тапты, не деп тұр? Басым ауырып тұрған-ай. Дәрі ішеді, басы ауырып тұрса. Басым ауырып тұрған-ай дейді. Сөйтеді, ол дәріні іздейді. Ал дәрі тұрған ыдыс бізде мына жақта. Бұл жақта бар ма екен, жоқ па екен, достар? Тауып алды. Оңай. Оңай ма? Оңай жасаппын ба? Мені қонақ келгенде аш. Аяна, айтпа, үндемей тұрыңдар. Мені қонақ келгенде аш. Болды, үндемейміз. Үндеме. Сендер де үндемеңдер. Кішкене жинастырып. Бәріңіз іздеймде үйдің бәрін шашып қылып. Мені қонақ келгенде аш. Шашады. Сосын тағы не істейміз, достар? Сіздерде қандай ой келіп жатыр? Комментарияға жазыңыздар, қандай ой келді сіздерде? Сіздерге осындай сұрақ келсе, қай жақты іздейтін едіңіздер? Қонақ келгенде не ашамыз? Айтпа. Бұл. Осы ма? Я, ана коробкасын алсай шырттың ғой. Қырды түсіндірді сәдің ғой. Анеля, қалай біліп қойдың? Білмеймін. Ыдыстарды жаймен аша бастаған кезде. Опа, дедім ғой, біліп қойды деп. Міне, достар, Анеля өзінің қазынасын тауып алды. Қанша ақша екен? 30 мың, 40 мың, 50 мың. Ура! Анеля, құтты болсын, 50 мың теңге. Осындай қазына сен тауып алдың. Бұл енді сенікі қызым деп айта берейін. Видео біткесін алып қоям ғой. Мама! Күшті болды ма? Иә, күшті. Қызық болды ма? Я келесі тауып. Келесі Анеля Аянаға да осылай жасаймыз. Аянаға оңайын жасаймыз. Бірақ саған да оңай болды ма? Иә, бұл. Оңай қылып жаздым ғой, достар, қиын қылып жазған жоқпын. Тез тапсын деп. Бірақ балалармен ойнауға қызық ойын екен. Маман жазған оқырамын.
Иә, саған қиындау болады. Достар, видео ұнаса, Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.